Сәлем достар, сіздермен EasyKZ, инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бұл видео Халық банкіне арналады. Не үшін инвесторлар Халық банкін таңдайды? Компания жалпы немен айналысады? Қандай табыс көздері бар? Халық банкінің акциялары сатып алуға тұрарлық па? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын алдағы минуттарда білетін боласыздар. Тақырыпқа кіріспес бұрын, әдеттегіше арнаны қолдап, видео қызық болса лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен, 1998 жылдан бері қор нарығында саудаланып келе жатқан Халық банкінің акциялары ликвидті және елімізде сұранысқа ие бағалы қағаздардың бірі болып саналады. Олай болса, не үшін инвесторлар осы компанияға қаржы құюды жалғастыруда? Халық банкі өз қызметін 100 жылдан артық уақыт бойы ұсынып келе жатқан еліміздегі сенімді банктердің бірі. Халық Групп Қазақстанда және басқа да елдерде қаржы саласында өз қызметін халықаралық стандартқа сай етіп жүргізуді мақсат тұтады. Халық банкінің ұсынатын қызметі кең. Ол тек банктік қызметті ұсынумен шектелмейді. Банктен бөлек сақтандыру, брокерлік қызмет, лизингтік және тағы да басқа қызметтерді ұсынумен айналысатындығын білетін шығарсыздар. Халық банкінің кең спектрда және жақсы қызмет етуі оның бағалы қағаздарының өсімі мен сұранысына тікелей әсер етеді. Халық банк акцияларының өсімі былтырғы жылдан бері 36% өсімді көрсетіп отыр. Ол дегеніміз, бір жыл бұрын Халық банкінің акциясын 150 теңгеге сатып алған болсаңыздар, қазір оның бір акциясы 204-209 теңге төңірегінде саудалануда. Ал егер сіз Халық банк акциялары қор нарығына шыққан кезден бастап, яғни 1998 жылы бір акцияны бар болғаны 13 теңгеге сатып алған болсаңыздар, қазір шамамен 1,5% табыстылық көріп отырар едіңіздер. Одан бөлек, компания әрбір акция үшін дивиденд төлейтіндігін ұмытпау керек. Халық банкінің акцияларының дивидендтік табыстылығы еліміздегі саудаланатын бағалы қағаздардың арасындағы ең жоғарғыларының бірі болып саналады. Компания әрбір акция үшін жылына бір рет 25 теңге дивиденд төлеп келеді. Ал келер жылдардан бастап дивидендті жылына 2 рет төлеуді жоспарлап отыр. Әрине, осындай өсім инвесторлардың көзінен таса болып отырған жоқ. Бұл да бір инвесторларды компанияға қаржы құюға итермелейтін бір фактор болып табылады. Одан бөлек, соңғы жылдары еліміздің нарығында тұтынушылық несиелердің артуы компанияның клиенттерінің санына оң ықпалын тигізуде. Қазіргі таңда 11 миллион адам осы Халық банкінің төлем карталарын, 8 миллион адам Халық Хоум банк қосымшасын пайдалануда. Банк тұтынушыларының санының артуы компанияның табысын арттыруда, ал ол тиісінше инвесторлардың да табыстылығын ұлғайтуда. Несиені көп тұтынатын қоғам болғандықтан, компания мен инвесторлардың табысы өсе беретіндігі айқын. Компанияның негізгі клиенттері жеке тұлғалар ғана емес, заңды тұлғалар екендігін ескеру керек. Ол заңды тұлғаларды несиелендіру, сақтандырумен айналысуда елімізде лидер болғандықтан, бұл саладан да табыс тұрақты түсетіндігі шүбә келтірмейді. Компанияның мүмкіндіктерін және өсіп келе жатқандығын статистикамен де дәлелдеп көрсете кетейік. Ең бірінші қарастыратын көрсеткіш ол компанияның активтері. Биыл компанияның активтері 14,9 миллиард теңгені құрап отыр. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 7,8%-ға жоғары. 2024 жылдың шілде айында жүргізген Forbes Қазақстанның зерттеуі бойынша, Халық банкі таза табыс көлемі бойынша Қазақстан банктерінің арасында бірінші орында. Және осы лидерлік позицияны 4 жыл бойы қатарынан ұтып келе жатқан банк болып саналады. Оған қоса, компанияның активтер көлемі бойынша ТМД елдері арасында екінші орынды алып отыр. Инвесторларды қызықтыратын бірнеше қаржылық көрсеткіштерді талдай өтейік. Price to earning, price to book көрсеткіштері сәйкесінше 3,4 және 0,86-ға тең болып отыр.
Бұндай төмен көрсеткіштер қазіргі таңда компания төмен бағалануда деген сигнал болуы мүмкін. Осындай көрсеткіштердің жоғарғы табыс және тұрақты төлем коэффициенттерімен бірге келуі компанияның төмен бағаланғандығын және қаржылық тұрғыда тұрақты екендігін білдіреді. Алайда, теріс бос ақша ағымы компанияның шығыстары тапқан қаражатты басып түседі дегенді білдіреді. Бұл жоғары шығындардың немесе компанияның белгілі бір сатып алуларды жүзеге асыруына байланысты болуы мүмкін. Бұл көрсеткіштің теріс болуы компанияның инвестициялық стратегиясына толық талдау жасауды талап етеді. Қазіргі кезде көптеген бизнесті бағалаумен айналысатын банктердің бар екендігін білетін шығарсыздар. Халық банкі болашағы жайлы инвестициялық банктердің көзқарасы оң. Олар компания акциясы алдағы уақытта 292 теңгеге дейін өсу потенциалы бар деп болжауда. Бұл видео инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Сол себепті инвестиция жасамас бұрын өз талдауыңызды жүргізіңіз. Сіз Халық банкін қолданасыз ба? Сіздің ойыңызша бизнестің даму болашағы бар ма? Айналаңыздағы адамдар қаншалықты осы банкке жүгінеді? Инвестицияламас бұрын осы сұрақтардың жауабын біліп алыңыз. Сіздің жауабыңыз иә болса, бұл жақсы шешім. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуге кетуді ұмытпа. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда сіздерді күтетін боламын.